Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге мен бүгінгі таңда аман есен көріп, Алланың қалауымен міне тағы да видео түсіруге келдім. Алла сіздермен біздерге разы болсын, әр таңымызды берекелі етсін, ниеттеріміз тек оңынан болсын. Бүгін мен сіздерге ақша тақырыбында айтпақшымын. Жалпы ақшаның не үшін сізде тұрмауының себебі, ақша неге жиналмайды, жалпы біздің армандарымызға неге жете алмаймыз, осы ақша неге бізге жетпейді, соны айтқым келеді. Жалпы ақша деген нәрсе, ақша энергия екен. Ақшаның анандай жылдамдық энергиясы өте таза энергия, және ақшаның жоспарлы энергиясы болады екен. Ақша кімде жоспары бар, сол адамдарға тартыла береді екен. Сондықтан айтуыңыз мүмкін, қойшей ақша көп таппасаң тұрмайды деп. Жоқ, ақша көп табыңыз, аз табыңыз, сіздің ақша жайлы дұрыс ойлауыңыз болмайтын болса, ойларыңыз дұрыс болмаса, мышлениеңіз дұрыс болмаса, ақша сізде тұрақтамайды екен. Сондықтан ақшаны үнемі жоспарлап және үнемі жақсы энергияда қабылдау керек. Сондықтан Алла әрбір ақшамызға, әрбір тапқан рызық несібемізге береке беріп қойсын. Ол қалай? Осы жерде өте маңызды момент. Біз мысалы әрбір айлық түскен сайын, қолымызға ақша түскен кезде біз ақшаны тығып қоямыз, бір бөлігін айтамыз, осы керек болып қалады, тұрсын деп. Ақша солай біреуге керек болып қалады екен. Неге тығып қойған ақшамыз осы неге тұрмайды? Өйткені бізде нақты мына ақша маған осы нәрсеге керек деген жоспар болмайды екен да. Бір нәрсеге керек болып қалады дейміз. Сол кезде кімнің жоспары бар, ол кімге керек болып тұр, сол нәрсеге ақша жұмыс істейді екен. Алла тағала оның да санасында қажет болып тұрған адамға екі адамның сана деңгейінде энергетикалық тұрғыда байланыс болады екен да. Анда Айнагүлдің үйінде 10 000 теңге тығулы жатыр, ол қайда барарын білмейді, сондықтан соны барып алып кетті екен. Солай ол бір ситуациялармен, бір жағдайлармен өзге біреудің қолына өтіп кетеді екен. Сондықтан егер сіз ақшаңызды дұрыс қарым-қатынас жасап, дұрыс жоспар құрып, именно осы дүниеге керек деп жаңағы қажет дүниеңізді жазып, мақсат қойып, осындай уақыттың ішінде алам деп жоспарлап, солай жинайтын болсаңыз, міндетті түрде ақша сізге жиналады екен. Жалпы ақша жиналғанды жақсы көреді екен. Ақша жылдамдықты жақсы көреді екен. Ақша тап-таза энергетиканы жақсы көреді екен. Ақша қайда барарын білмейтін, қоқырсықта көрінген жерде иленіп жатқанды жек көреді екен. Сондықтан ақшаларыңызды дұрыстап жинаңыздар, ақшаларыңызды жоспарлаңыздар, бай қуатты болыңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Және бұны әзірше түсінбеулеріңіз мүмкін. Менде қаншама жыл түсінбей жүргем. Ақшаны алам, мысалы күйеуімнің ақшасы түседі, сауда жасаймыз, солай жан-жақтан ақша келеді. Келген кезде ол ақшаны біз не істейміз, тығып қоямыз, әйтеуір бірдемеге керек. Ақша ылғи керек өз деп. Сонда ақша ылғи керек расымен де. Сонда біреудің туған күні болып қалады, немесе бір аяқ астынан балаң ауырып қалады, немесе бір жерде бір распродаж болып жатыр екен деп, өзіңе қажетсіз бірдеңені алып аласың ғой. Солай кетеді. Ол сондай екен. Сол үшін мен айтып жатырмын, ақшаны жоспарлаңыздар. Ақша жоспарлағанды жақсы көреді екен. Сосын ақша өте әлемде көп. Ақша аз екен. Ақша менің бір айлығым, менің ақшам аз болғандықтан менде жиналмай жатыр. Бірақ жерде жұмыс істегеннен кейін жиналмай жатыр. Кредит қарызым көп болғаннан кейін жиналмай жатыр деп айтуыңыз, ойлауыңыз мүмкін. Кредит қарызға не үшін кетіп жатыр? Өйткені кредит пен қарыздың жоспары бар да, сол жоспарға кетеді. Бірақ жерде жұмыс істеймін деп ойлайсыз, өйткені сіздің ойлау деңгейіңіз, сол мышлениеңіз, сіз вообще шектеп тастағансыз. Алла тағаланың басқа жақтан да беретін. Алланың, мен айттым ғой, әлем көп қырлы деп. Әлемде тағы қаншама ақша көп екендігін сезіне алмайсыз. Және де Алланың тағы да сіздің жұмысыңыздан бөлек, сіздің табысыңыздан бөлек, сіз еңбек істесем ғана келеді демей, жәнегі Алла береді, Алла жан-жақтан береді десеңіз, Алланың берері өте көп. Сіздің балаңызға біреу келіп сыйлық беріп кетуі мүмкін. Сіздің бір жерден жұмыстан жақсы жасап, сіз жұмыстан сыйлық алуыңыз мүмкін, премия дейді ғой. Бір жерден олжа тауып алуыңыз мүмкін. Бір жерден сізге тағы да қосымша табыс түсіретін бір дүниелер болып қалуы мүмкін. Ондай мүмкіндіктер өте көп қой. Мүмкін ғой, оны шектемеу керек адам. Адам өзін өзі шектеп тастайды екен да. Біз үнемі жоқ, мына жерде жұмыс істеймін, болды, осыдан ғана келеді деп біз өзіміздің миымызбен ғана шектеп тастағаннан кейін шектеледі, болды. Сіз қай жерге дейін жарық түсіресіз,
светіңіз су бергеннен ғана түседі ғой. Ал жарықты да үлкейтуге болады ғой. Тура сол сияқты ақшаны да өзіңіздің санаңызбен, ойлау деңгейіңізбен өзіңізге жақындатып, өзіңізге дос тұтуыңызға болады екен. Ақшада ұйқы жоқ, ақша ұйықтамайды. 24-те 7 сізге келе береді. Ақшада анда барам, анда бармайым деген таңдау жоқ. Ақша міндетті түрде байлардың ғана қолында жүрем, сенің қолыңа келмеймін демейді. Ақша тек ойлау деңгейі дұрыс, жоспары мықты, ширақ, тап-таза энергиясы бар, Аллаға сенетін, жаңағы сондай адамдарға келеді екен. Үнемі көңілді жүретін. Өйткені ақша жылдамдықтың энергиясы бар. Жылдамырақ, шапшаңырақ қозғалатын, жоспар құрған, өз-өзін бағалайтын сондай жандарға келеді екен. Сондықтан ақша туралы тағы да ойларыңызды өзгертуіңізге болады. Ақша көп, ақша өте әлемде көп, бірақ ақшаға жабысып болмаңыздар. Ақша сіздің жоспарларыңыз бен мақсаттарыңызды орындайтын құрал ғана. Ақшаны пір тұтып, ақшаға жабысып, ақша болмаса мен өлем, ақша болмаса менің күнім қаран, ақша болмаса деген нәрсе ол дұрыс емес. Сондықтан әр күніңізді Алла тағала сәттілікке толтыра берсін. Бай қуатты болыңыз, рызық несібеңіз көбейген үстіне көбейе берсін. Ақшаларыңызды жоспарлап жинауды үйреніңіздер. Ақша әрқашан жақсы сізге көңіл күй сыйлайтын болсын. Сәлеммен пайдалы болды деген ойдамын. Маған шабыт сыйлап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Білгенімді бөлісуден аянбаймын. Сіздерді Алланың разылығы үшін барлықтарыңызды жақсы көремін. Бай қуатты болыңыздар.